Садриддин мен Ипек дәмханада отырғанда Соңгүл өтірік ой байлап келеді. Сен менің көзіме шөп салып жүрсің бе деп айқайлап келеді. Ипекке аузына келгенін айтып шу шығарады. Садриддин алып кетеді. Үйіне келіп екеуі ұрсысып тұрады. Бахри естіп екеуін кабинетіне кіргізіп сөйлеседі. Соңгүл Садриддиннің көңілдесі бар деп жылап отыр. Рас па дейді. Садриддин иә дейді. Соңгүлге шыға тұр деп шығарады. Садриддин әкесіне Соңгүлді сүймеймін, арамыз суып кеткелі қай заман. Басқаны сүйемін, ажырасқым келеді деп айтады. Бахри жарайды деп Соңгүлмен жеке сөйлеседі. Соңгүл жылап отыр. Саған үй әперемін, бөлек тұрасың, көлікте беремін, ештеңеден таршылық көрмейсің деп айтады. Соңгүл қуанып отыр. Содан Соңгүл үй қарастырады. Семаны шақырып ажырасу қағазына қол қояды. Садриддин қуанып Ипектің үйіне келеді. Менде бүгін мейрам, мен ажырасатын болдым. Соңгүлден құтылдым деп қуанып тұрады. Соңгүлдің жігіті естіп отыр. Жинал біздің үйге көшесің дейді. Ипек не дерін білмей қалады. Ағам ше дейді. Ағаңда бізбен жүрсін немесе осында тұра берсең де болады деп ағасына қарайды. Садриддин кеткен соң жігіті екеуі ұрсысады. Жігіті, сенің кесіріңнен аяғымнан айырылдым, енді мені тастап кетпексің бе деп айқайлайды. Ипек мені сатқанда бұлай айтпап едің дейді. Садриддин мен Ипек дүкен аралайды. Садриддин үйленеміз деп жүзік әпереді. Ипек қатты қуанады. Ипек үйінде жүзігіне қарап мәз болып отырады. Жігіті қарап жақтырмай отыр. Жігіті Соңгүлдің үйіне келеді. Соңгүл көріп шошып кетеді. Неге келдің кет әкем көріп қояды. Саған өзім барамын дейді. Кейін Соңгүл өзі келеді. Ипектің жігіті, сен өз қалағаныңда алдың, Ипек Садриддинге ғашық болып қалды. Мен далада қалатын болдым. Сен ажыраспаймын деп айт. Әйтпесе мен бар шындықты айтып беремін деп қорқытады. Немесе 300 миллион ақша тауып бер дейді. Соңгүл ашуланып ұрсып кетеді. Соңгүл үй тауып заттарын жинастырып жүр. Пайраз бен Айшагүл келеді. Екеуі үйленетіндерін айтады. Садриддин қуанып құттықтап, менде жақында ажырасып үйленемін деп айтады. Айшагүл таңданып қалады. Соңгүл Айшагүл мен Семаға жаңа үйін көрсетіп мәз болып отырады. Айшагүлдер онша жақтырмай отыр. Солай отырғанда Айшагүлге Исмайылдың басын жібереді. Барлығы улап-шулап кетеді. Бахри, үйден ешкім шықпасын, бүгін осында қалыңдар дейді. Садриддинге ажырасу мәселесін қоя тұр. Мынадай жағдайда мен Соңгүлді бөлек шығара алмаймын деп айтады. Ипек үйінде қуаныштан бал-бұл жайнап отыр. Жігіті, Садриддин саған үйленбейді. Соның сөзіне сеніп жүрсің ба деп айтады. Ипек Садриддинге хабарласып, ажырастың ба, қашан көшіп барамын деп сұрайды. Садриддин, қоя тұр, ажырасу мәселесі кейінге қалды деп айтады. Ипектің жігіті жайлап жүре бастайды. Ипек келіп, сен дұрыс айтыпсың, ол маған үйленбейді деп айтады. Жігіті күледі. Ипек ашуланып жігітін құлатып кетеді. Ипектің жігіті Соңгүлге ақшаны қашан бересің деп хабарласа береді. Соңгүл барлық алтындарын беретін болады. Бахриге бір тәтеммен кездесемін деп айтады. Бахри, шығуға болмайды, қауіпті деп айтады. Тәтеме көмегім керек, бармасам болмайды деген соң жанына 2 күзет қосып жібереді. Садриддин Семаға, Соңгүл бірдеңе былықтырып жүр, соңына түсші деп тапсырады. Соңгүл дәмханада Ипектің жігітіне алтындарын береді. Сема сыртта қарап отыр. Соңгүл кеткен соң жігітті аңдиды. Ипек екеуін көреді. Ипекке хабарласып кездесуге шақырады. Мен Омандардың адвокатымын деп таныстырады. Сен қайдан шыққан қызсың, не былықтырып жүрсіңдер деп сұрайды. Ипек біраз айтпай отырады. Содан барлығын жайып салады. Жылап тұрып айтып береді. Сема ұрсады. Садриддин сені шын сүйді, сен үшін баласынан бас тартып ажырасты деп ұрсады. Ипек Садриддинді ғашық болып қалғанын айтып жылайды. Садриддинге ештеңе айтпашы деп жалынады. Мен айтпаймын, өзің айтасың дейді. Ипек жылап қалады. Кейін Сема тағы хабарласып, Садриддинге тез айт, әйтпесе мен айтамын деп айтады. Ипек Садриддинге хабарласып кездесуге шақырады. Екеуі кездесіп, Ипек барлығын жылап тұрып айтып береді. Садриддин өз құлағына өзі сенбей ашуланады. Маған қалайша таза қыз жолықты деп таңданып жүруші едім. Сен де мені алдадың деп Ипекті ұрады.
Ипек, саған ғашық болып қалдым, өлтірсең өлтір деп жылайды. Садриддин есеңгіреп, өзімді ата салайын ба, немесе сені өлтіремін деп Ипекке қару тақайды. Ипек жылап тұр. Ерінен сүйіп кетіп қалады. Ипек жылап қалады. Үйіне келіп жігітіне айтады. Садриддинге бәрін айттым, кез келген уақытта мені келіп өлтіре салуы мүмкін дейді. Есің дұрыс па, неге айтасың деп ашуланады. Жігіт Соңгүлге хабарлап айтады. Садриддин Соңгүлге келіп, саған рахмет. Сенің арқаңда мен біреуге ғашық болдым деп айтады. Соңгүл мұңайып, мені ешқашан сүймегенсің бе деп сұрайды. Садриддин, сен бұл үйден ешқайда кетпейсің, бөлек тұрамын деп дәмеленбе. Өмір бойы осы үйдің құлы болып өтесің. Сенің жазаң осы дейді.